Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманда таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе де болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, жалықтанып, не салбырап, салғырттанып естсе, не есткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына өзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.